Так, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің тегін сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тегін сабақтың басты тақырыбы ол трейдинг арқылы 18 айда үй алу. Енді көбісінің қазіргі проблемасы бізде үй. Және бізде статистика бойынша Қазақстанда 80% адамның өзінің жеке наличкаға сатып алған жақсы бір үйі жоқ екен. Енді бұл бізге қатты тиді. Сол үшін де біз қазір адамдарға осылай 18 ай, 1,5-2 жылдың ішінде наличкаға жақсы үй алу жайлы сабақ түсірдік. Қазір соны сіздер тамашалап отырсыздар. Ендеше сабақты бірге бастайық, достар. Мысалы, мен тура сіздер сияқты жалпы қарапайым отбасынан шыққам. 2020 жылы мен трейдингті естідім, соны бастадым. Және де ол кезде менде обучение алуға, тағы да басқа нәрсе істеуге ақшам болмады. Мен екі жерде, кафелерде және тойханаларда официант болып жұмыс жасадым. Сол ақшаны трейдингке салып, сол жерде өзім на практике үйренген болатынмын. Және де енді бірінші жыл ақша таппадым, және 2021 жыл тоже ақша таппадым. То есть 2 жыл бойы мен дұрыс ақша таба алмадым трейдингтен. Оны шыны керек. Бірақ та ары қарай уже мен алғашқы миллион теңгемді таптым, дұрыстап үйреніп алғаннан кейін. Кәдімгідей мен барлығын қарап, қандай білім керек, қандай білім керек емес, соның барлығын екіге бөліп, тек қана керек білімдерді ғана алған болатынмын. Және де 2022 жылы мен алғашқы миллион теңге емес, Марғұлан Сейсенбаев сияқты алғашқы 3-4 миллион теңгемді тапқан болатынмын. Ары қарай оның барлығы өте қатты, как снежный ком, өсе берді. Табысымыз, яғни трейдингте сіз системно бір рет табыс табуды үйреніп алсаңыз, стабильно системно болды. Ары қарай просто сіз масштабыңыз үлкейе береді, объемдарыңыз, депозитіңіз, капиталыңыз үлкейе береді. Бірақ істейтін әрекетіңіз тура сол. 2023 жылы біз коттедж салып бастадық. Өйткені мен өмір бойы бір 16 жасыма дейін ба ескі үйде тұрған болатынмын, өте ескі үйде тұрған болатынмын кішкентай кезімнен бері. Және де енді сол менің де ата-анамның да арманы болатын коттедж салу. Сол коттедждің стройкасын бастап кеткенбіз 2023 жылы. Ал 2024 жылы ол коттедждің стройкасын аяқтап, анама Kia Sportage деген 17 миллион теңгелік көлік сатып алып бердім. Өзіме Mercedes AMG GT көлігін сатып алдым. Және де 2025 жылы мен 180 миллион теңгелік февраль айында өзіме таунхаус сатып алдым. Одан бөлек ата-анамды Меккеге жібердім. Енді ойлаңыздаршы, соңғы 3-4 жылда ғана менің өмірім өте қатты түбегейлі өзгерді. Хотя мен өте көп ақша салған жоқпын жалпы трейдингке. Басынан бері, өйткені мен дұрыс ақшам да болған жоқ. Неге? Өйткені бұның барлығы просто сенің ынтаң, сенің желанияң, сенің миыңды қайнатып, жаныңды салып жұмыс жасағанның арқасы. Енді әрине ең бірінші Алланың қалауымен. Мынау менің трейдингқа дейінгі тұрған үйім, мынау менің трейдингтан кейінгі үйлерім, мынау таунхаус, мынау менің көлігім, ақ машина, және де артында тұрған үлкен коттедж. Осыны біз соққан болатынбыз. Мынау менің анам алып берген көлігім. Енді қараңыздар, достар, өте қатты түбегейлі өзгеріс, көріп тұрсаңыздар. Енді мен ғана емес, менің студенттерім де өте жақсы жетістікке Аллаға шүкір жетіп жатыр. Мысалы бізде Әлібек деген жігіттің .асы қалай болды? Ол Октябрьский потоктың студенті. Октябрьский потокта товарный бизнеспен айына 500 мың теңге ғана тауып жүрді. Одан кейін трейдинг жайлы вообще ешнеке білмеді. Ал қазір енді .бс қалай? Трейдингтен 52 миллион теңгеден астам пайда тапты. Біріншіден. Екіншіден, өзіне инвестиция ретінде Қазақстаннан осы Алматының жақсы жерлерін сатып алды. 7 жер сатып алды. Менің ойымша өте керемет результат. 10-11 ай ғана болды трейдингке 0-ден бастап келгеніне. Енді достар, қараңыздаршы, сіздердің айлық табыстарыңыз, сіздердің кәсіппен айналысуларыңыз мүмкін тағы да басқа нәрсемен, бірақ та сіздердің табыстарыңыз өзіңіздің үйіңіздің арендасына, ипотека, кредит, өзіңіздің жүріс-тұрысыңызға, тамағыңызға, жеп-ішуіңізге ғана кетеді. Сонда бұның құлдықтан қандай айырмашылығы бар? Мен ешқандай айырмашылық көріп тұрған жоқпын. Және бұл системадан шығу керек. Ал соның кілті трейдинг. Енді басты тақырыпқа келейік. Сіздер мені уже дұрыстап танып алды деп ойлаймын. Енді біздің басты тақырып 18 айда қалай трейдинг арқылы үй аламыз. Ол бізде где-то бір 1,5 жыл. 1,5 жылда алу негізінде өте қатты возможно, өте үлкен срок негізінде. Өйткені көп адамдар 30-40 жылда үй ала алмай жатады. Ал біз 1,5 жылдың ішінде қазір мен сіздерге по факту дәлелдеп көрсетіп беремін. Енді трейдингті простой тілмен түсіндірейік. Бізде iPhone 17 шықты. iPhone 17 мысалы сентябрь айында шығады. Ол жерде шум болады. Шум болғандықтан оның бағасы өте үлкен болып тұрады. $1150 болып тұрады. Тек просто iPhone простой 17. Енді ақырындап 2-3 айдан кейін магазиндер қаптайды iPhone сататын. Енді қараңыздар, iPhone 17-нің бағасы $1150-ден $900-ға түсті. Сіз нарыққа анализ жасайсыз. Қазір iPhone өте көп нарықта, ал спрос қатты үлкен емес. Сол үшін де жаңа жылды күтесіз. Сіз білесіз, жаңа жылда бәрі бір-біріне подарктер береді, сыйлықтар береді. Сол кезде iPhone 17-нің бағасы қайтадан шарықтайды. Сол үшін де сіз қазір $900 болып тұрған кезде 10 iPhone сатып аласыз.
10 iPhone сатып аласыз, күтесіз бағаның өскенін. Баға бізде жаңа жылда шынымен де өседі, $1300 өседі. Сол кезде сіз $9 сатып алған iPhone-дарыңызды $1300 сататын боласыз. Сонда біз $4000 таза пайда табамыз. Өйткені әр iPhone-нан $400 пайда тапсақ, 10 iPhone-нан $4000 болады. Трейдингте тура осындай. Кәдімгідей қарапайым сауда, арзан қалып, қымбатқа сату. Бұл жерде сіздің ең бастысы дұрыс психология, дұрыс анализ, дұрыс нарықты зерттеуіңізге бәрі байланысты. Вот мына жақтан графиктан қарап кетсек болады. Мысалы, қыркүйек айында бізде баға міне шарықтап өсті, одан кейін уже құлады и жай ғана өсе берді. Ал желтоқсан айында бізде өте қатты баға өскен болатын. Трейдинг арқылы үй алудың жалпы екі жолы бар. Бірінші жолы ол бізде прop трейдинг, яғни прop компаниямен бірге жұмыс жасау, ал екіншісі реальный счетмен трейдинг. Енді қазір толығырақ түсіндіріп кетейін. Сіз білмесеңіз, сіз қазір білетін боласыз. Енді қараймыз, прop трейдинговый компания арқылы квартира алу жайлы айтамыз. Ол үшін негізі көп ақша керек те емес. Қалтаңда бір 30 000 теңге болса жеткілікті. Енді қара, сен өте мықты трейдер болдың. Сен бір айда любой депозитке, хоть $100, хоть 1000, хоть 10 000, хоть 100 000 счеттардың барлығына бір айдың ішінде 10% прибыль жасай алатын трейдерсің. Негізі ол қатты қиын емес. Енді қараймыз, сен $66 барасында тест сатып аласың. Кімнен сатып аласың? Сен барасың, прop трейдинговый компанияға айтасың, маған ақша керек, маған $10 000 инвестиция беріңдер, мен мықты трейдермін дейсің. Сосын олар саған айтады, сен мықты трейдер болсаң, онда біздің тестті өтсең, саған $10 000 депозит, яғни инвестиция беретін боламыз дейді. Ол тесттің бағасы $66. Соны сіз өтесіз. Сіз оны өтуіңізге негізі бір айдың өзі жеткілікті. Ол тест екі фазадан тұрады. Бірінші фаза сізге демо счет береді. Яғни өтірік $10 000 береді. $10 000-ға, сол өтірік $10 000-ға $800 прибыль жасайсыз, яғни ол бізде 8%. Екінші фазада да тура сол $10 000 демо счет береді, соған сіз 5%, яғни $500 таза пайда жасау керексіз. Одан кейін оны сіз бір айдың ішінде спокойно өтіп тастайсыз, негізінде ол қатты қиын емес. Одан кейін сізге тағы реальный живой $10 000 счет береді. Ол ақшаны сіз шығарып ала алмайсыз, сіз оны минусқа кетірсеңіз де сізге ешкім ешқандай звондап ақшамды қайтар тағы бір нәрсе демейді. Өйткені олардың өздерінің лимиті бар. Яғни бір күннің ішінде 5%-тен астам ақша жоғалтып қойсаң, онда сен счетың просто блокқа кетеді. Сен басынан бастап тест алып қайтадан өте берсең болады оны. Енді қараңыздар, сол prop трейдинговый компанияның жалпы плюстары мен минустарын айтып кетейін. Плюстары бізде аз уақытта үлкен ақша таба аласыз. Инвестор деп уайымдамайсыз, дайын инвестиция береді. Ал аз ақшамен үлкен капиталға да шыға аласыз. Енді минустары көптеген правилалар бар. Белгілі ограничениялар бар. Общий және дневной лимиттері бар, кедергі келтіруі мүмкін. Одан кейін бізде біреудің ақшасы деп психологияңызға да кедергі келтіреді. Енді бірінші айда сіз не істейсіз? Енді пошагово айтып берейін. Бірінші айда сіз $10 000 тестті өтесіз, $66 сатып алып, оны өтесіз бір айда, ол кезде прибыль жоқ. Енді екінші айда тесттен өтіп, реальный счет $10 000 аласыз. Одан кейін 10% пайда жасайсыз, ол бізде $1000. Одан кейін уже оның 20%-ын компания ұстап қалады, 80%-ы сіздікі, ол бізде $800 сіздің таза пайдаңыз. Үшінші айда енді тапқан ақшаңызға, сол $800 таптыңыз ғой, соның $500-ына тағы да $100 000 тест сатып аласыз. Тура сондай условия, солай өтесіз. Одан кейін параллельно $10 000 счетыңызда жүргізіп торговля жасай берсеңіз болады. Оған сіз 10% қостыңыз дейік. 10% қостыңыз, $800 сіздің қалтаңызға түседі. Сонда біз үшінші айда уже $100 000 счетті өттік. Және де тағы $800 таза пайда жасадық. Енді бізде төртінші ай кетеді. Енді сенде екі реальный счет бар. Біреу $10 000, біреу $100 000. Енді сен бір айда 10% қоса аласың да екеуіне де. Ол без проблем. Просто объемдарын үлкейтесің, бірдей сделкаға кіре берсең болады. Енді $110 000-ға 10% қосатын болсаңыз, онда сіздің айлық табысыңыз $11 000 болады. Ал оның 8%-ы $8800. Сөйтіп сіз стабильно ай сайын тауып ақшаңызды шығарып отыра аласыз. Енді қараймыз. Енді 5-ші ай кетті ғой. 5-ші ай мен 18 ай бар әлі бізде. Яғни где-то 14 ай ғой сондағысы. Енді әр айда тұрақты 10% жасап отыратын болсаңыз, счеттарды параллельно жұмыс жасап, табысты еселеп тұрады. Сол кезде сіз қанша ақша табасыз жалпы? 14 айда $8800 табатын болсаңыз, сізде кәдімгідей үлкен прибыль бізде пайда болады. Енді 4-ші айдан 18-ші айға дейін, яғни 14 ай бойы торговля жасап, $110 000 счетқа 10% қосып, содан таза пайда $8800 алып отыратын болсаңыз, сіз 14 айдың ішінде $133 100 таза пайда табасыз. Ол бізде где-то бір 75 миллион теңге. Сол 75 миллион теңгені 18 айда уже с нуля таптыңыз ғой. Соны барып, спокойно наличкаға жақсы бір квартира сатып алсаңыз болады дос. Міне біздің студенттер және менің прop компаниядан алған сертификаттарым бар. Вот міне Ермек Асылбек деген жігіт $3000 шығарған, Алмат деген жігіт $180, Данил деген жігіт $580, Ақылбек деген жігіт $10 000 почти шығарған. Вот мынаның барлығы біздің студенттердің және менің результаттарым. Оны біздің Инстаграмда толығырақ көре аласыз. Енді екінші жолы реальный счетпен торговля жасау. Енді өзіңіздің ақшаңызды салып, сол ақшаға
разгон жасауға болады. Енді қараймыз, 100 доллардан бастап күніне стабильно плюс 20-30 доллар табуды үйренесіз. Қараймыз, 20-30 доллар 100 доллардың үстіне табу қиын емес, өте оңай. Риск әрине көбірек болады, бірақ та қатты қиын емес. Енді солай 1000 доллар депозит салып, күніне 200 доллар таба аласыз. Яғни сіз 100 долларға 20 доллар, 30 доллар тауып жүрсіз ғой, тура солай 1000 долларға 200-300 доллар таба аласыз. Енді 200 доллар дейікші, сөйтіп енді сіз 200 долларды 20-ға көбейтсек, яғни күн сайын 200 доллар тауып отырасыз, ал бізде бір айда торговый день 20 күн болады, яғни суббота, воскресенье бізде нарық демалады. Соны 200 долларды 20-ға көбейтсек, бізде 4000 доллар таза пайда болады. Енді 4000 долларды 18 айға көбейтетін болсақ, 72 миллион теңге таза пайда. Ол бізде где-то бір 36-37 миллион теңге болады. Тоже жаман емес ақша, иә? Бірақ аз көрініп қалған шығар. Сол үшін де мен екінші схеманы сіздерге предлагать етемін. Ол бізде қалай жасайды? Енді оны былай еселеп көрейік. Бізде 1000 долларлық депозитпен 3 ай торговля жасаймыз. 4000 долларды яғни 3-ке көбейтеміз. 12000 доллар таза пайда. Сол 12000 доллардың 2000 долларын қалтаңызда сақ қоясыз да, 10 000 долларын қайтадан депозитке саласыз. Енді сол 10 000 долларға мен күніне 20-30% жаса деп айтпаймын. Күніне 10 000 долларға 5%, 500 доллар пайда алып келіңізші. Вот 500 доллар пайда алып келіңіз, сіз сонда күніне 500 доллар стабильно табу 10 000 долларлық депозитпен қиын емес. Енді бір айда сонда сіз 10 000 доллар таза пайда табасыз ғой. То есть 500-ді 20-ға көбейтесіз, 10 000 доллар таза пайда. Сөйтіп енді 18 айда ол бізде 180 000 доллар. Ол бізде где-то бір 99-98 миллион теңге. Оған уже 3-комнатный Алматыдан жақсы пәтер аласыз, Астанадан 4-комнаталық, 5-комнаталық өте жақсы пәтер сатып аласыз достар. Енді біздің студенттердің де кішігірім результаттарын сіздерге бөлісе отырайын. Мұнда бізде мынандай жігіт, вот реальный счетпен 8000 долларлық депозитім болды дейді. 1-2 күннің ішінде 14 000 доллар таза пайда таптым дейді. Ол бізде 8 миллион теңге. Және де ол жігіт міне 10 000 долларлық счет алды, 100 000 долларлық счет алған, міне сертификаттары бәрі тұр. QR-мен тексеріп алсаңыздар болады. Енді ол жерден вывод 15442 доллар шығарған. Ол тоже бізде где-то 8-9 миллион теңгедей ақша. Керемет ақша, иә? Негізі ол жігіт потом пәтер сатып алды 2 бөлмелі Алматыдан. Енді бізде 22 жастағы Ақтау қаласынан Асылбек деген жігіт бар. Ол 4 айда жасаған нәтижесі мынандай. 100 000 долларлық проп-компаниядан счет алды, өтті, одан кейін одан 3000 доллар шығарды, 6400 доллар шығарды, және де одан да көп ақша шығарған болатын, бірақ та мына жерге презентацияға барлығын сыйдыра алмадық. Енді қараңыз, бізде Абай деген студентіміз бар, бір айдың ішінде реальный счетпен 13 000 доллар жасады, Парижға барып келді, Римға барып келді, жақсы Европаны аралап қыдырып келді сол ақшаға. Міне оның депозиттері 130 доллар болды, ол өсе берді, көрдіңіздер ғой, міне бір күндегі пайдасы 105 доллар, 210 доллар, 412-ке өсірді, сөйтіп, кәдімгідей үлкен депозитке айналдырып алды міне. Мына жақта сіздер көріп тұрсыздар, выводтар 1000 доллар, 90 доллар, 833 доллар, міне 2000 доллар бір күнде жасаған, 1400 доллар, міне барлығы реальный счет бәрі көрініп тұр, 1500 доллар, 1300 доллар, сөйтіп өте жақсы реальный счетпен пайда жасады. Барлығын 100 доллардан бастады. Сөйтіп өзіне Hyundai Palisade көлігін сатып алды. Енді достар, бізде негізінде ондай примерлер өте көп. Бізде Ерасыл деген жігіт бар, 18 жастағы 2006 жылғы 74 миллион теңгеге пәтер сатып алды. Эссет деген ЖК-дан, осы Алматы қаласында, Розыбаки Иван бойында. Яғни бізде өте көп студенттер осындай мықты результаттарға жетіп жатыр. Сол үшін де енді адамның жасаған адам жасай алады. Байса қазағын байсын достар. Енді барлығы жасап атқанда қарап отыра бермей әрекетке көшіңіздер. Ал енді трейдингті қалай бастаймын, маған консультация беретін адам бар ма десеңіздер, сіздерге астында сілтеме бар. Сілтемеге басып, өзіңіздің номеріңізді қалдырып кетсеңіз болады. Мен және менің командам сіздерге тегін консультация беретін боламыз достар. Сол үшін де барлықтарыңызға үлкен рахмет. Тегін сабақ ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар.